Мемлекеттің нанын жеп отырып, заңын бұзған мемлекеттік қызметшілер тиісті жазасын алды. Бүгін тәртіптік кеңес отырысында 20-дан аса тәртіптік іс күн тәртібіне қойылды. Оның 16-сы сыбайлас жемқорлық сипатындағы әрекеттерге қатысты. Тәртіптік кеңеске іс түскен кейбір азаматтар ауырып қалыпты. Бұл жиі қайталанатын жағдай. Дегенмен көпшілігі келді, жауап берді. Жуалда сәулет және құрылыс бөлім басшысы Жандос Дәуренов мемлекеттік сатып алуда былықшылыққа жол берсе, бас маманы Жаннұр Жанғазиева заңсыз үстеме жалақы алған. Қысқасы, қолда барда қонышынан басқан. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы осы баптарына сәйкес атқаратын қызметінен босатуды ұсынылды. Басшыларыңызға түсінікті ғой? Бұл бос сөздер. Ал Сарысуда мектеп директоры Қайрат Айнабеков мас күйінде көлік жүргізіп сотты болыпты. Еш жерде жұмыс істемеймін деп, қоғамдық жұмысқа да жегілген. Бірақ директорлығын қоса атқарғаны түсініксіз. Сарысу ауданы сотының үкімімен Айнабековті көлік құралын мас күйінде айдаған үшін 120 сағат қоғамдық жұмысқа тарту жазасы тағайындалған. Өз кезегінде Айнабеков сот отырысында өзінің жұмыссыз екендігін көрсетіп, жалған мәлімет берген. Үш бас негізгі мектеп директорының лауазымын атқарып отқан Айнабеков айлық жалақысын алу табеліне де жалған мәлімет берген. Ішімдік құмар директор жұмыстан босайтын болды. Ал Жамбыл аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі басшысы Аманалы Құрбановқа ар-намыс кодексі бойынша жаза ұсынылды. Сондай-ақ Аса ауылдық округінің әкімі Бауыржан Қалшымбетов қызметінен төмендетілуі мүмкін. Әкім мырза мемлекеттік сатып алу мәселесінде заңсыздыққа жол берген. Просто балалар берді шатасыпты. Абрақ шылдап келгенде мекеме тарапынан ешқандай не болған жоқ. Конкурс өтті. Сіздер қызықсыздар, шатасып кетіпті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңы 12-ші бабының 1-ші тармағының 10-ші тармақшасында көрсетілген өз құзыретіне кіретін өзге де мәселелерді шешуді заңда белгіленген тәртібін әлденеше рет бұзу үшін қызметінен төмендету, төменгі бос лауазым болмаған жағдайда қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіп жаза ұсынамыз. Прокуратура пәрмені Байзақтанда біраз болып тапқан. Тәртіптік кеңеске жолданған тізім мынау. Темірбек ауылдық округ әкімі Айдос Әміров, Қостөбе ауылдық округ әкімі Тұрсынбек Есенқұлов, Жаңатұрмыс ауылдық округ әкімі Қайрат Шалбаев, Бәйтерек ауылдық округ әкімі Мұхтар Қилыбаев және бас маманы Бақыт Мәтекбаев, Сарыкемер ауылдық округ әкімі Сәуле Тілеуғұлова, сондай-ақ аудан әкімдігінің бөлім басшылары Рашид Қойлыбаев, Сәкен Сыздықов, Әлия Саққұлова, Талғат Қырғызбаев, аудан әкімінің орынбасарлары Дулат Сұлтанбеков пен Әзімхан Қилыбаев және Байзақ аудан әкімі Өмірзақ Шүкеев. Олардың үшеуі кеңеске келмеді. Бір парасына заңға сәйкес тиісті жазасы берілді. Ал аудан әкімінің орынбасары Әзімхан Қилыбаевқа қатысты іс тоқтатылса, Өмірзақ Шүкеевтің мәселесі облыс әкімдігіне қарауға жолданды. Сондай-ақ аудандық жұмыспен қамту бөлімінің бас маманы Қамқагүл Жамбекованы жұмыстан босату ұсынылды. Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексінің 5-ші тармағының 10-ші тармақшасында көрсетілген мемлекеттік және еңбек тәртібін өрескел бұзғаны үшін сонымен бірге бір жұмыс күні ішінде дәлел себепсіз 3 және одан да көп сағат бойынша жұмыста болмағаны үшін Байзақ ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалары бөлімінің бас маманы Қамқагүл Аралбаевна Жанбековаға атқаратын қызметінен босату түріндегі тәртіптік жаза қолдану ұсынылсын. Тәртіптік кеңес тарихындағы ең ұзақ отырыстың бірі болды бұл жиын. Кеңес соңында Байзақ ауданында және облыстық қазынашылық департаментінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан іс-шаралар жайлы есепте тыңдалды. Жалғас Қошқарбай, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.